Көпшіліктің көзқарасында ислам тыйымдардан тұрады деген ой қалыптасқан. Анау харам, мынау харам дегендей. Ендеше ислам діні мені бақытқа жетелейтін дін болса, неге мен өзімді қинап, нәпсіме өте жағымды нәрселерден бас тартуым керек? Бұл сұраққа мына мысалмен жауап берсек. Мысалы, кәсіби спортшы жетістікке жету үшін көп нәрседен тыйылады. Артық тамақтану, кеш жатып, кеш тұру, уақытты бос өткізіп, көп қыдыру, жаттығулар мен жарыстарға қатыспау деген нәрселерді өзіне харам етеді. Бұл тыйымдар сол спортшының ертең чемпион болуына кепілі. Мұсылманның бүкіл өмірі жетістікке, яғни Алланың разылығына жетудің мүмкіндігі болғандықтан бізге белгілі тыйымдар жүктелген. Ал Рамазан айы сол жетістіктердің науқаны болғандықтан бұл айда бізге ерекше тыйымдар жүктеледі. Рамазанда ішіп жеу сынды нәрселер оразаны бұзса, оразаны бұзбайтын, алайда жалпы дінімізде тыйым, яғни харам болған нәрселерге сақ болуымыз өте маңызды. Нақтырақ айтқанда, тіл, көз, құлақ күнәлары оразаңызды бұзбаса да, оразаның сауабынан махрұм қалдыруы мүмкін. Ал Рамазан айының бір күндік оразасының сауабына бір жыл бойы үзбей ораза ұстасаңыз да жете алмайсыз. Сол себепті бұған дейін өсек пен ғайбатты, арсыз не қарауға болмайтын нәрселерді, темекі шегіп, ішімдік ішу сынды нәрселерді нәпсіңіз сізге бұйырып жүрсе, осы айда Алланың көмегімен бұның бәрінен оп-оңай арыла аласыз. Өйткені бұл айда нәпсі әлсіреп, шайтандар кісенделу болады. Алла тағала Рамазан айында барынша құлпырып көркеюге нәсіп етсін.